Армысыздар, ардақты әлеумет, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін Жемқорлық және заң газетінің редакциясына тағы да келген Бабаханов Бабамұраттың әйелі мен әпкесі. Ол кісілер бұның алдында генерал Қайрат Әлбековтің алдына қабылдауына кірдік деп айтқан болатын. Нәтижесінде дәл қазіргі таңда Ләззат Божбанбаева сізге беттесу барысында келді ме, әлде беттесуге келді ме? Ләззат Божбанбаева деген апайымыз келіпті. Мынаншама Каспий Голд 2.700.000 теңге көлемінде ол кісінің шотына аударған. Бабамұрат 2 миллионнан бірдеңе асатын ақшаны қолма-қол бергенмін дейді. Енді анық-анығын тергеу анықтайды. Біз тергеу ісіне араласамаймыз. Тергеушілерге қазіргі таңда өздерінің зоралғысын білдіріп отыр. Себебі өз этабында дұрыс жүргізіліп отыр дейді. Ал Божбанбаева Ләззат ханым туралы айтатын болсам, ол кісі менің WhatsApp-ма маған хабарлама ескерту жіберіпті. Яғни менің осы эфирде айтқан мәселелерім бойынша тез арада өшірмесе мені сотқа беретіндігін айтыпты. Мен қарсы емеспін. Менің үстімнен сотқа беретіндерді, арыз жазатындарды өз құқығын аяғына шейін барынша қолдануға қолдаймын. Қолдансын, бәрін істесін, бірақ мен ол кісінің ар-ожданына, имиджіне нұқсан келтіріп жатсам, қылмыстық іспен үстінен арыз жазуына рұқсат. Ал негізгі мәселеге көшетін болсақ, іс-әрекетте, беттесуде қандай жағдайлар бұл кісілердің көңіліне толмай жатыр, не іздеп келіп отыр. Бүгін Бабаханов Бабамұраттың, яғни бірінші топ мүгедегі Бабамұратты алаяқ деп сотқа тергеуге берген арызданушылардың кімдер екен туралы сұрамақпыз. Мен өзім түсінбейтін бір мән-жай бар да, өзі бірінші топ мүгедегі, өзі біреудің көмегімен жүреді. Ол адам қалайша сіздерге көмек бере алады? Адам қандай оймен оған ақша береді? Өздеріңіз қазір 21 ғасыр, барлығы электронный, барлығы цифрландырған. Енді ол жерде біреуге барып ақша беріп сен бітіріп кел деген нәрсе, былай айтқанда өте бірінші топ мүгедегі болса, ол өте адамға сенгісіз, нанғысыз нәрсе. Енді ол жағын тергеу ісі анықтай жатар. Ал бүгін Бабаханов Бабамұраттың әйелі мен әпкесі не айтпақшы, соны сөйлесейікші. Ал қыздар, Насиба келіншегі Бабамұраттың өзіңнен бастайықшы мән-жайды. Осы күнге шейін ештеңе айтпадың, қоймадың. Не айтылмай жатыр, не айтқың келіп жатыр? Екеуміз сырласайықшы келіп. Саламатсыздар ма? Неден бастасам екен? Тергеу барысында Ләззат апаймен беттестік. Қай тергеуде? Кентау қаласындағы тергеуші Мардан Батыр сол беттестіруге шақырды. Ләззат апай адвокатымен келді. Ал біз ненің адвокатымен, мемлекеттік адвокатпен неғылдық. Сол кезде беттесу кезінде адвокат, Ләззат апайдың адвокаты мен күйеуіме қарай береді, көзіне теселіп қарап отырады. Сондықтан бір-екі рет үндемедім. Қарап отқан кезінде бір-екі рет үндемедім. Қарасам қояр емес, қарай береді. Сосын көзіне тиісе бастады. Сен точно көресің ба? Сен көрін деп атсың, сен үйтіп атсың деген. Сосын мен қоймағаннан кейін айттым. Неге қарай берес оның көзіне дедім. Көрін тұрған жоқ па оның бірінші группа инвалид екенін дедім. Сөйтсем, ол көрдім деп отыр ғой деп сөйтіп әңгімені сөйтіп бастап жатыр да. Сосын сол жерде кішкене тартысып қалдық адвокатпен. Менің жыным келді да, күйеуіме теселіп қарай бергеннен кейін. Сөзбен жеке басына тиісіп сөйлеп. Намысын, жеке басына. Айтады, сен көрдім деп атсың, сен көреді екенсің, сен көрмеймін деп алдап отсың, анау деп сондай әңгіме айтып жатыр да. Соған жыным келді да, мен сомен неге қарай берес оған? Менің жыныма тиіп кетті да. Мен негізі көп жерде сондаймын да. Күйеуім болғаннан кейін біреу сондай тесіліп, сөйтіп әңгіме айтатын болса, менің жыным келеді да.
ол менің тағдырым негізі. Маған жазылған тағдыр болғаннан кейін сол неге айтқаннан кейін мен жыным келді сонымен. Өзің жалпы сипатташы, күйеуің қоғамдық орындарда көзі қалай болады? Жоқ, иә, кәдімгідей бір көргеннен оның көзі көрмейтін әр адам білет негізі. Сөйтіп ойлаймын мен, иә, көзінен білініп тұр да оның көз не дейді, бір жерде тұрмайды да, қимылдап тұрады. Ол бір көрген адам сырттан танымайтын адам көрсе де сразу біледі да. Өйткені біз сыртта көп жүреміз ғой күйеуіммен. Сол кезде көп адамдар қарайды да, сонда да ішім бір түрлі болып кетеді да, сон көрінеді да, сол адамдар тесіліп қарайды. Сол адамдар білгеннен кейін сол адвокат білмей отыр ма деймін да, сол жерде. Иә, сауаты бар адвокат. Сол білмей ма деймін да, сол қасында отыр негізі. Бірақ тесіліп қарай бергеннен кейін сөйтіп айтысып қалдық. Содан не болып беттестіру болып жатыр. Кімге? Күйеуіме айтты, Ләззатқа сұрақ қой деді. Сұрақ қою негізін несіне жетіп келді да, сосын сұрағым жоқ, бірақ сондай деп бір-екі зат айтты, білмеймін, есімде қалмапты. Сөйтсе адвокат Ләззат апайға қарап айтады, сен де айтсай оның несіне тергеуден қандай дейді? Тергеуден тыс жеке басына тиісіп жатыр да уже. Жеке басына неғып, сен Ләззат апайға айтады да адвокат, сен айтсай дейді, менде сенің нелерің туралы данныйларың бар ғой, әртүрлі соны көрсететін болсақ, сенің семьяң бұзылып кетеді дейді да. Сондай дәрежеге жететіндей дәлел бар екен да, ол да. Білмеймін, шындық па, шындық емес па Ләззатта. Сосын мен оны естіп. Сен екеуінің ерлі-зайыпты ретінде орталарына түсетіндей Иә, иә. Қалай ойлайсың? Мен білмеймін енді ондай. Өзің ойыңша? Жоқ, ойлаймын, мен ондай істемейтін шығар деп ойлаймын мен. Немен Мен есеп тұр? білмеймін соны. Ол айтты, сенің Қалай ойлайсың деп бар. Мен мысалға бір дегеннен ойлап отырмын, жаңағы басқа бір әйелдермен байланысқаны туралы данный бар деп айтып отырмын. Қалай? Жоқ, мысалы үшін Ләззат Момақтыкүл одан үлкені болса да, сол Гүлшат Көшербаева деген адвокат Момақтыкүл одан үлкені болса да, надо быть министерствода отырған адам болса да, біреудің жеке басын қазалауға, біреудің жеке басын ақтаруға ақысы жоқ. Олар қалай ақтарады? Тергеу ма? Тергеу болып жатыр ма? Тергеу барысынан ауытқымасын. Қалай деп жатыр енді соны? Жоқ, соны білмеймін ғой, не айтып жатқанын, оның не айтқысы келіп жатқанын білмеймін. Бүйтеді, біздің отбасымыз бұзылып кететіндей дәлелдері бар екен. ініме айтады, бізде дейді сондай доказательстволар бар дейді, чтобы мен оларды жарияласам дейді, сенің отбасың бұзылып кетеді. Сосын біз айттық, пожалуйста, жарияла. Біздің отбасы сен ойлағандай емес, қақтағы біреудің несіне бұзыла салатын. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен ол Ләззаттың жариялайтын еш нәрсесіне сенбеймін. Өйткені мына жерде деген Каспий Голдта қаншама ақша тұр да жіберілген. Оның біреуін мойындамай, ол мен АСП-ға да қатысым жоқ. Ойбай, мен ештеңеге қатысым жоқ. Енді ана жерде Ләззат дегенді көрсең бір әппақ періште болып отыр. Оны екеніміз алтын алған менен қалпақ алған, не сонда ол мемлекеттік қызметкер ма, или алтын сататын, қалпақ сататын қызмет не ма, магазинда тұра ма ол? Қисынға келмейді, бір жауабы да қисынға келмей отыр. Мен үт жерем, мен бүт. Ол адвокатты, адвокаты тергеуге Ләззатты ақтауға кеп отырған жоқ. Бізге угрожение жасауға кеп отыр. Қандай сөздермен? Айтып жатырмын ғой жаңа, мен үт жерем, менің сен семьяңды бұзып жібере алам, надо будет. Сосын мен дейді семьяларын бұзып жібере алам, құрт жібере алам. Сосын мен айттым, сіз кімсіз дедім, мемлекеттік қызметкерсіз бе? Сөздерін айта берші. Сосын біздің не дейді, бізде сондай доказательстволар бар дейді. А Ләззат бұл жерде вообще басқа жауаптар беріп отыр. Негізінде оның алдыңғы беттесуде шынымен істегенін айтқан екен. Мысалы үшін біз бірінші праваға бергенбіз 160 000 да. Оны айтқан екен, я праваның свидетельствосы дайын тұр деп. Бұл жерде деген ешқандай ондайға араласқан емеспін, мен өйткен емеспін, бүйткен емеспін деп. Короче, жауаптар бір-біріне сәйкес келмей тұр. Қысқасы, Бабаханов Бабамұрат, менің түсінігімде Бабаханов Бабамұрат алған ақшаларды осы Ләззатқа және Ермекбаев Дәуренге апарып бергем деп айтады. Айтады. Бірақ оның енді нақтысын тергеу анықтайды, бірақ сөзінше солай. Ал сенің енді әйел ретінде саған тигені, намысыңа тигені, ертең отбасың үшін, балаларыңның болашағы үшін сенің қорқатының неде?
Қорқатын негізі балдарымнан қорқам мен. Балдарым атасыз үзбесін дейм негізі да. Ондай жайт қанша болды ғой негізі. Балдарымды не қылсам көзіме жас келе береді ше негізі. Дұрыс, бәрінде де бала бар негізі. Сенің ойыңша жаңағы Ләззат апайдың адвокаты айтып отырған доказательство ертең балаларыңа ауыр тимесе екен. әсері болмаса екен. Семьям бұзылып кетсе, негізі бекерден бекер семьям бұзылмайды ғой негізі. Осындайлардан шығады негізі. Осындай адамдардың айтқан сөздерінен семья бұзылады негізі. Атак мен оған сенген жоқпын. Мен сенбеймін дедім, адвокатқа айттым. Не дәлел көрсететінін білмейсің. Жоқ, мен ондай не дәлел екенін білмеймін. Мен семьям бұзылып кетуден қорқам. Сосын ата енем жалғыз қалудан қорқам, жалғыз қап кетеме деп. Өйткені жастар біраз жасқа келді. Сол неден кейін немерелерінің несін көрсін деймін да негізі. Рахатын көрсе деймін. Ертең мысалға олар бірдеңе, енді ер азамат қой, мүмкін біреуге байланысқан шығар, басқа болған шығар, бірақ ертең оны әйел болып сен шыдағанмен ата енесі көрсе қалай болады? Менің әкем анам ба? Жаңағы Бабамұраттың әке шешелері. Енді білмеймін, қиналады негізі. Оңай емес ондай естіген негізі. Сен өзің қазір өзіңді қалай сезініп жүрсің? Адвокат солай айтқалы бері. Білмеймін, ондай ол адвокат әшейін айтты ғой деп жүргенмін, енді білмеймін, атак ондай ештеңе ойлаған жоқпын негізі, бірақ ондай болатын болса мен бір неге бола ажырасып кетпейтін шығармын. Негізі тағы бір адвокатқа бір қосарымыз жаңа келіп отыр, мемлекеттік қызметтегі адам ғой, адвокат деген. Адвокат мақұл. Енді ол мемлекеттік қызметкер болмауы да мүмкін. Жоқ, мақұл, жекедара адвокат болса да, енді бәрібір заңды меңгерген адам, мысалы үшін жаңа күдікті сұрақ қойып жатыр ма? Сұрағын, мысалы үшін Бабамұрат Ләззатқа сұрақ қою керек қой, мүмкіндік болса сол Бабамұраттың аузын жауып сұрағын тыңдатпаса да, ол Ләззат деген бізге біраз адамда жіберді артынша. Не деп? Жаңа, чтобы арызын қайтып алсын деп. Сон інім сұрады. Ләззат апай деді, мақұл сіз аппақ екенсіз деді. Мақұл сіз сүттен ақ судан таза екенсіз. Неге артынан адам жібересіз деді. Сөйтсе оны заңсыз деп жаңағыдай. Ол сұрақты елемей отыр да, ой біз үйткен жоқпыз, бүйткен жоқпыз деп. Бірақ ол шынымен заңды сұрақ, любой адам сұрайтын сұрақ ол. Мақұл аппақ екен. Інім айтты, менің де артымда 7 іс тұр деді да, мысалы үшін. 7 адам менің үстімнен арызданған. Біреуіне барғам жоқ, мен арызыңды қайтып ал, үйтпе бүйтпе деп деді. Ал ол Ләззат деген басына 140 000 теңгемен жазғанбыз арыз. Сол кезде уже артынан адам жіберіп отыр да. Үйтіп алсын, бүйтіп алсын деп. Сөйтсе ол айтады, ойбай сендердің адамдарың ол адам бізді угрожать етіп отыр. Короче, екі жаққа екі түрлі әңгіме айтып отыр да, ол кісі бар ғой. Сондай. Енді Насиба, сен айтшы, өзің дәл қазір тергеуші, сол сен қасында отырдың ғой, енді күйеуіңнің қасында отырдың, күйеуіңнің көзі көрмейді, жалғыз өзі не қағазға қол қойған білмейді, сен оқуың керек. Жалпы тергеуші өзін қалай ұстады, адвокат сөйлеп жатқанда, жаңағы енді қорқытты деп жатсыңдар ғой, сол қорқыту барысында тергеуші тоқтатуға тырысты ма, сол нәрсені бәрін айтып берші. Ол кезде тергеуші үндеген жоқ. Біз сөйлесіп отқан кезде үндеген жоқ тергеуші. Сосын мен айтысып кеттім адвокатпен, сондай сен менің семьямды бұзуға ешқандай хақың жоқ. Сенің бір айтқан сөзіңбен менің семьям бұзылмайды дедім. Сосын ар жақтан әпшем шықтағы, сенің үстінен арыз жазамын деді. Сосын кім айтты? Тергеуші айтты, қай жерге жазатынды білесіздер әпше деді, болды. Басқа ештеңе айтқан жоқ кім? Тергеуші. Бірақ тергеуші барлығын, оны қорқытқанын бәрін естіп тұр. Тергеуші. Біздің адвокат та отыр ол жерде, біздің мемлекеттік адвокат та отыр сол жерде. Қазір енді сендердің тергеуден жалпы сұрайтындарың не, халыққа не айтасыңдар жалпы бұл іс туралы? Мен халыққа айтарым, бұл іс туралы негізі халыққа да, неге де милицияларға да айтарым, адал шешім шығарып беріңіздер. Менің күйеуім кінәлі емес деп айтпаймын, кінәлі.
ақшаны алғаны рас екен. Басқа айтарым жоқ. Әркім өз жазасын. Иә, әркім өз жазасын алсын. Сосын комментарий айта берейін бе? Алдыңғы видео шығарған кезде мен сөйлемегем. Атаммен әпшем, күйеуім үшеу сөйлеген. Не ютубта шықты. Сол ютубты 3-4 күннен кейін ба, білмеймін, есімде жоқ, содан кейін бір көрсем, сол жерде комментариялар жазылып тұр. Сол бір жазған комментарий, ол сол ақша берген әйел, Гүзел Анарбаева деген. Сол комментарий орысшалап комментарий өлтіріп жазыпты. Ол жерде комментарияда күйеуімді мошенник, сөйтіп оған әйелі де қосылған, мені де мошенник деп, мені де мошенник деп жала жауып отыр. Сол айтқаны үшін Гүзел Анарбаева, сол мошенник деп мен айтқаны үшін заң алдында әлі жауап береді. Негізі мен үйтіп айтуға хақы жоқ еді, мен еш жерде мошенник жасаған да емеспін, мошенник болған да емеспін. Әлі ол заң алдында жауап береді. Мен алдын детсадта істейтіннен күйеуге шығудан алдын, ал күйеуге шыққаннан кейін, күйеуге шыққаныма 7 жыл болған болса, әлі үйдемін. Үйде отқан анамын. Сол маған ең қатты тигені сол комментарияда Гүзел Анарбаеваның мені де мошенник деп атағаны маған қатты тиді. Ол дәлелдеп берсін менің мошенничествомен шұғылданып жүргенімді. Сол іспен айналысып жүргенімді маған дәлелдеп берсін айтудан алдын. Содан кейін айтсын сен мошенниксің деп. Ол әлі заң алдында жауап береді. Мен оны жай қалдырмаймын, оны маған үйтіп. Иә, сосын тағы бір қосарым, сол Гөзелдің алдында жүрген Анажан деген. Негізі Бабамұрат Гөзелді де көрген емес, Гөзел де Бабамұратты көрген емес. Негізінде ортада Анажан деген жүр. Фамилиясын ұмытып тұрмын, сумаңдаған әйел жүр ортада. Сол папам келгенде, әрбір жаққа келген сайын бізден рұқсат та сұрамайды, келісімді де алмайды, видеоға түсіріп алады, сосын видеоларын таратып жатыр. Ол видеоны таратқан үшін заң алдында жауап береді. Сосын негізі заң бойынша олар Абдувалиев Бақтиярға берген ақшаны. Нотариусты қолхатқа сол қойған. Әрі бері неғыла бермей, сол Абдувалиев Бақтиярдан трибутициясын алған берген ақша. Қазір сізге қатысы бар ма Абдувалиевтің? Тергеуде бар ма? Жоқ, тергеуде олар қазірше мен өзім түсінігім бойынша сол Гөзел Анажан өткенде біз Абдувалиев Бақтиярды таппай жатырып анауына десек, Анажан сөйлесіп тұрады екен. Мен ойлаймын, значит, ол Анажан мен Абдувалиевтің тілі бір. Екеуі может отырып алып былықтырып жатқан шығар, оны біз білмейміз ғой. Бірақтан жаңағыдай жан-жаққа видео таратпай, әртүрлі комментарий жазбай, орнына жүрсін. Заң алдында жауап береді. Ол комментарий таратқан үшін де. Сен жалпы Бабамұраттың бұндай былыққа батып жүрген қай кезде білдің? Мен ба? Мен жақында білдім. Оған дейін мен үйім бөлек, жайым бөлек айтқан емес қой маған. Мен қашан білдім, қазір айтамын. Где-то сол апрель сол уақыттарда білдім. Оған дейін білген емеспін мен. Жалпы қалай дейді өзі, оңып тұрған оспан жоқ дейді ғой. Кім-кімге алданды, қалай болды, барлығын тергеу анықтар. Бірақ комментарий жазғанда да, видео таратқанда да, хабарлама ескерту бергенде де алдымен ойланып, біреудің өміріне зиян келмейтіндей әрекет жасағанымыз жөн. Ақшаны берген адамда ойланып берген шығар, кімге беріп жатқандығын. Әрбірден соң ақша берген адамның өзінің де ісі заңсыз. Пара беруші де, алушы да ол қылмыскер. Сондай-ақ айтатыным, құрметті Божбанбаева Ләззат ханым, маған хабарлама ескерту жіберіпсіз. Қызметіңізді асырып пайдаланып отырсыз деп есептеймін. Себебі менің еш жерде жарияламаған көшемнің, үйімнің, жылымның бүткіл даныларымды қоса жариялапсыз, қоса қағазға жазып беріпсіз. Менің жеке мәліметтерімді сіз енді сонда жасайсыз, жұмыс жасайсыз. Жеке мәліметтерімді ашып көріп отырсыз. Мен сізді сотқа тартуға құқым бар екен деп біліп жүріңіз. Әзірге бізде оған уақыт жоқ, себебі қоғамдық жұмыстар күтіп отыр. Бұл кісілердің
інісі біреуінің күйеуі жазасын заң аясында міндетті түрде алады. Мен оны жеке өз басым қолдамаймын, қорғамаймын. Ал ақша беруші де, алушы да, жеткізуші де, жалпы дәл сол іске қатысы бардың барлығының жазаға тартылып, бұл қоғамда алдап арбаудың, пара берудің жоқ екендігін бір осы Түркістан облысының полицейлері, тергеушілері, Кентаулық түркістандық полицейлері, тергеушілері дәлелдеп берсе екен деген менде үлкен сіздерге деген үміт бар, сенім бар. Ақшаны беру, пара алу, пара беру, заңсыз әрекет ету, оны біле тұра әдейі жасау, және сонымен қатар болған көзі соқыр баланы пайдалану, бұның барлығы жақсы тергеуші, мықты тергеушілер, Мардан деп рахмет айтып жатыр ғой, Бақтияр деп түркістандық, сол азаматтар, сол тергеушілер жақсылап араласса, міндетті түрде ар жағындағы тұрған күдікті азаматтардың қылмыскерге айналуы ғажап емес деп ойлаймын. Баршаңызға қайырлы күн. Ешкімге алданбаңыздар, ешкімге сенбеңіздер, тек қана әділдікке сеніңіздер, заң аясында жұмыс жасаңыздар. Сіздермен болған мен Қаламқас Әлиакбарқызы, аман сау болып тұрыңыздар.